Бүгін оқу жылының соңғы 90-ы басталды. Жамбыл облысы жасыл аймақта болғандықтан, оқу үрдісі дәстүрлі және аралас форматта ұйымдастырылды. Жалпы аймақта 443 мектеп бар десек, соның 229-ы толықтай дәстүрлі форматта оқуға көшті. Дәл қазір біз шаһардағы Қаратай Тұрысов атындағы 53-ші мектеп гимназиясына келдік. Сабақтар қалай өткізіліп жатыр? Санитарлық талаптар сақталған ба? Бірге білейік. Саламатсыз ба? Міне, мына жерде антисептик бар, бетперде бар, арнайы қолғап бар. Енді ішке өтейік. Оқушылар үшін пандемия жағдайында бірыңғай мектеп формасын кию талап етілмейді. Ал оқу пәндерінің 70% дәстүрлі форматта, қалған 30% қашықтықтан оқытылады. Олардың қатарында алдыңғы 90-дағыдай дене шынықтыру, алғашқы әскери дайындық, өзін-өзі тану, кәсіпкерлік негіздері, көркем еңбек пәндері бар. Сыныпта балалар саны 25-тен және сабақ уақыты 40 минуттан аспайды. Бас санитарының қаулысына сәйкес барлық санитарлық талаптар сақталуда. Мектепте барлығы 2355 оқушы, соның 178-і белгілі себептермен онлайн режимге ата-аналар өтініші бойынша көшкен. Қалған 2177 оқушы 100% мектепте қамтылып отыр. Бүгін біз мектепке келіп отырмыз, және де мектепке келмегенімізге біздің бір жылдай болып қалды. Біз барлық сыныптастарымызбен мұғалімдерді көріп отырмыз. Және де қалған бір жарым айды біз осылай мектепте оқып отыруды қалаймыз. Біз осы күнде келіп, сабақты маскамен айтқан кезде түк қиындық тигізген жоқ. Мен осы сыныптастарым мен мұғалімдерді сағындым. Бетпе-бет оқу біздің балаларымыз үшін өте тиімді болып жатыр. Сондықтан осы 4-ші тоқсанда ары қарайда осы офлайн оқумен аяқтаймыз деген ойдамыз. Мектепке шыққанымызға қуаныштымыз. Жамбыл облысында 239 мыңға жуық оқушы бар. 3-ші тоқсанда олардың 51% дәстүрлі форматта, 49% қашықтан білім алған болатын. Ал 4-ші тоқсанда оқушылардың 96,5% мектепке барып білім алады. Қалған 3,5% оқушы ата-аналарының өтініші бойынша қашықтан оқуды жалғастырады.